Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар. Қазір мен сіздерге топтық жұмыста қолданылатын ойынға қатысты платформаны көрсететін боламын. Бұл ойын Bamboozle деп аталатын сайт. Осы сайтты қазір сіздерге көрсетіп келіп тұр. Бұл сайтқа кіру үшін Join for free деген батырманы басамыз. Яғни тегін қосылу деген батырма. Өз emailіңізді жазасыз, пароліңізді жазасыз, және де тағы да пароліңізді 2 рет қайталап жазасыз. Ал мына жерге username деген жерге өзіңіздің атыңызды жазасыз. Одан кейін менде бар болған соң sign in деген батырманы басып, өзіміздің кірген кезде почтамызда жазып, астына паролімізді жазатын боламыз. Міндетті түрде өз пароліңізді ұмытпаңыз, бір жерге жазып алыңыз. Платформаға кіру үшін sign in деген батырманы басамыз. Мынау менің алдыңға жасаған жұмыстарым. Платформаға кірген кезде бізде My Library және Games деген батырма шығады. Games деген батырманы бассаңыздар, осы платформадағы ойындар шығады. Біз өзімізден жасау үшін My Library деген батырманы басамыз. Яғни бұл менің кітапханам деген бет. Осы жерден Game Plus деген батырманы басамыз. Одан кейін сіздің пәніңізге байланысты тақырыпты жазасыздар. Мысалға менде әдебиет сұрақтары, одан кейін description, яғни сіздің тапсырмаңыздың дескрипторы не туралы болады, сіздің тапсырмаңыз, соны жазамыз. Одан кейін қазақ тілі, яғни сіздің тапсырмаңыз қай тілде болады, қазақ тілі деп жазамыз. Одан кейін text, бұл жерде яғни хэштег сияқты сіздің тапсырмаңыз не туралы, неге қатысты, мысалға менде әдебиет, шығарма деген сияқты осындай хэштегтерді жазатын боламыз. Одан кейін астыңғы жақта публик деген, яғни сіздің тапсырмаңыз барлық адамдарға көрініп тұрады. Не болмаса тек қана өзіңізге көрінетіндей ғана қылып жасап қойыңызға болады. Одан кейін ең астыңғы жақта көк батырманы басамыз. Яғни мынау розовый белгі image деген өзіңіздің тапсырмаңыздың суретін қойсаңыз болады. Одан кейін ең астыңғы батырманы басамыз, көк батырманы. Бізде қазір бір қателік болып тұр. Мысалға мына жердегі text деген хэштегтерді алып тастап көрейік. Одан кейін астындағы make game деген батырманы басып көреміз. Яғни біз жаңағы text деген жерге хэштегтерді жазбай қойсақ та болады. Бірінші мынау мен сияқты сұрақтарды интернеттен алсаңыздар болады. Не болмаса өзіңіз қойған сұрақты осы question деген бағанға жазамыз. Яғни екінші тұрған бағанға answer деген жерге осы сұрақтың жауабын жазасыздар. Менде ер төстік, осы сұрақтың жауабы. Осы сұраққа сіз неше балл бересіз, өзіңіз қоясыз. Мен мысалға 15 балл деп қойдым. Одан кейінгі баған image option деген жерде өздеріңізге ыңғайлы етіп орыс тіліне аударып алсаңыздар да болады. Яғни бұл жерде сіздер сұрақтың өзін суретпен берсеңіздер болады. Не болмаса жауапты суретпен берсеңіздер болады. Розовый белгіні бассаңыздар, осы жердегі платформадағы суреттерді көрсетеді. Бұл платформадағы суреттер маған сәйкес келмегендіктен выберите файл деген батырманы басып, өзіміз жаңа дайындап қойған суретті қоятын боламыз. Содан кейін осы сохранить деген батырманы бассаңыздар, сұрағымыз дайын болады. Екінші сұрағымыз Абайдың неше қара сөзі бар деп сұрақ қойдым. Жауабын суретпен бергім келіп отыр. Осылай қазір біз бірнеше сұрақтар құрастыратын боламыз. Міне біздің сұрақтарымыз дайын. Егер де сұрақтарыңызда қателік болса, үстін басып, өзгертіп қоюларыңызға болады. Сұрақтарды құрастырып болған соң close деген, яғни сұр түсті батырманы басамыз. Сұрақтарымыз міне дайын болды. Егер де сіздер оқушыларға оқыту бағдарламасы ретінде ұсынғыларыңыз келсе, study деген батырманы басамыз. Яғни міне осылай бізде сұрақтарымыз көрініп тұрады суретпен бірге.
балалардан сіздер сұрайсыздар сұрақты, жауап бергеннен кейін егер дұрыс жауап берсе окей батырмасын басасыз. Егер де оқушылар дұрыс жауап бермеген жағдайда упс деген батырманы басамыз. Міне мысалға осылай. Яғни сіздер мұны оқыту бағдарламасы ретінде ұсынсаңыздар болады. Ең соңында осылай сынып неше процентке орындады көрсетіп тұрады. Бэк деген батырманы бассақ, бұл жерде сіздер слайд-шоу ретінде ұсынсаңыздар да болады. Яғни осылай сұрақтар мен суреттер көрініп тұрады. Жауабын білу үшін сіздер мышкамен сұрақтың үстін осылай 2 рет бассаңыздар, жауабы көрініп тұрады. Енді мен қазір сіздерге 2 топқа бөліп оқушыларға осы жұмысты ойын ретінде көрсететін боламын. Ол үшін біз плей батырмасын басамыз. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай, бұл жерде құлыппен тұр, яғни бұл бізге недоступно деген сөз. Сол үшін бамбозыл батырмасын басамыз. Мына жерде біздер 2 топқа, 3 топқа бөлуімізге болады. Біз қазір 2 топқа бөлетін боламыз. Одан кейін, яғни бізге қатысты Теймс деген батырманы бассақ, бұл бізде осы тапсырма қандай тақырыптарға байланысты осылай көрсететін болады. Бұл жерде қазір біз көріп тұрғанымыздай көбінде кішкентай балаларға арналған тақырыптар көп екен. Біз қазір осының ішінде өзімізге қатысты School деген батырманы басатын боламыз. Ең астыңғы жағында осы ойынды сіз қай түрде ойнағыңыз келеді. Яғни квиз ретінде ойнасаңыз да болады, не болмаса классик, не болмаса power-ups түрінде ойнасаңыз да болады деп тұр. Біз қазір өзімізге керекті классик түрінде ойнап көретін боламыз. Классик деген батырманы басамыз. Осыдан кейін бізде осындай бет пайда болады. Бізде 2 топ, мына жерде топтың атын өзгертіп қоюымызға болады. Яғни бірінші топты біз қазір алғырлар тобы деп қойсақ болады. Осылай окей батырмасын басып сақтап қоямыз. Екінші топтың атын да жазып сақтап қоятын боламыз. Енді оқушылардан сұрайсыздар, қай тапсырманы орындағысы келеді. Осылай кез келген терезені басқан кезде сұрағымыз пайда болады. Сұраққа жауап берген кезде окей батырмасын басамыз. Дұрыс жауап берсе, өте жаңаға көңіл күйді көтеретін сондай музыкалар ойнайды. Егер де сұраққа дұрыс жауап бермеген жағдайда көңіл күйді түсіретін әуендер шығады. Міне осылай сіздер 2 топқа бөліп осы платформаны пайдалансаңыздар болады. Біз осы тапсырманы 2 топқа жіберу үшін мына жердегі share батырмасын басамыз. Осы жерде сілтемені көшіріп алатын боламыз. Балаларға осы сілтемені жіберсеңіздер, олар сілтеменің үстінен басқан кезде осылай платформаға сразу кіретін болады. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.